Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Егер бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Жазғы трансферлік терезе үлкен өсектермен, көп жұмсалған ақшалармен және күтілмеген трансферлермен қызық өтті. Өткен трансферлік терезелерде бұндай шу болмаған. Командалардың барынша көп ақша құртып жасақталғандығы тек жанкүйерлерге емес, футбол агенттеріне де тиімді болды. FIFA-ның ресми мәліметі бойынша футбол агенттерінің осы жазда тапқан табыстары 500 миллион евроны құраған. Бұл тек агенттерге комиссия ретінде берілген қаржы. FIFA-ның тағы бір мәліметі бойынша осы жазда трансферлерге барлығы 5 миллиард евро жұмсалған. Комментарийге қай клубтың трансфері сізге ұнағанын және сүйікті командаңыз қай ойыншыларды сатып алу керек екендігін жазып кетіңіз. Челсидің басшылары Грэм Поттерге толықтай үміт артатындарын айтты. Осы маусымның қорытындысы бойынша Челси үздік төрттікке кіре алмаса да, Поттер жұмыстан қуылмайды. МЮ Ральф Рангниктің орнына Поттерді қарастырған. Бірақ Поттердің Чемпиондар лигасындағы тәжірибесі жоқ деп, оны жұмысқа шақырмаған. Европа лигасында ойнайтын командаға Чемпиондар лигасындағы тәжірибенің болуы не үшін керек екендігі белгісіз. Ал Барселона болса әлі де Бернарду Силваны сатып алғысы келеді. Ойыншының агентімен келіссөздер біраз жерге дейін барған. Және бұл трансфер келесі жазда жалғасын табады. Жуан Лапортенің қабылдаған шешімдерінің арқасында Барселонаның жалақы қоры көбейді. Қазіргі сәтте бұл қор 656 миллион евроны құрайды. Жаздың басында жалақы қоры 144 миллион евро қарызда болған. Осының кесірінен каталондықтар ойыншыларды командаға қоса алмаған. Ал Реалдың жалақы қоры шамамен 700 миллион евроны құрайды. Атлетико Барселонаға жауап қайтарды. Олар Барселонаның шағымдарынан қорықпайды және ешқандай шарттарды бұзған жоқ. Роналду МЮ мен Реал Сосьедад ойынындағы ең нашар ойнаған ойыншы. Ол 10 балдан тек 4-еуін ғана алған. Айта кетейік, Европа лигасының топтық кезеңіндегі МЮ мен Реал Сосьедад ойынында МЮ Реал Сосьедадтан 1-0 есебімен жеңіліс тапты. ПСЖ-да тағы да шу шықты. ПСЖ Ювентус ойынында Мбаппе Неймардың сөздерін елемеген. Және тағы бір жерде ашкөзденіп, Неймарға пас беруге болатын жерде бермеген. Екі ойыншы арасы бұған дейін де жақсы болмаған. Енді франциялық бақта отқа май құюда. Бұл жағдайға бас бапкер Кристоф Гальтьенің араласуына тура келді. Неймар мен Мбаппенің арасы жақсы. Олар әрдайым бірге жаттығу жасайды. Мен жауаптан қашпаймын. Ойын үстінде осындай жағдай болды. Және мен мұны Килианмен талқыладым. Ол Неймармен сөйлесті. Ойын үстінде шешім қабылдауға тек 2 секунд беріледі. Және сол уақытта Килианның бар ойы соққы жасау болған. Неймар әрдайым Килианға керемет пастар береді. Алдағы уақытта Мбаппе де осындай шешім қабылдайды деп ойлаймын, деді париждіктердің бас бапкері. Әрине, Гальтьені де түсінуге болады. Оған бұдан басқа ештеңе айтуға болмайды. Қазір Мбаппе өзінің қылықтарымен көптеген жанкүйерлердің көңілін қалдырып жүр. Айтпақшы, осы жаздың соңында Мбаппе командадан аргентиналықтарды сатқысы келген. Себебі олар Неймармен көп уақыт бірге болған. Парадес пен Ди Марияны командадан қуу француздың қолынан келді. Ал Месси болса осы маусымнан кейін өзі ақ тегін кетеді. АПЛ-дың 7-ші туры патшайым Елизавета II-ның қайтыс болуына байланысты кейінге шегертілді. Бүкіл Британияда 10 күндік қаралы күн жарияланды. Роналду өз Instagram желісінде Британияның халқына көңіл айтты. Мен өз мансабымның 7 жылын АПЛ-де өткіздім. Қазір менің Англиядағы 8-ші жылым өтіп жатыр. Осы жылдар бойы мен Ұлыбританияның патшайымды қаншалықты жақсы көретінін байқадым. Ұлы мәртебелім Британияның халқы үшін қаншалықты маңызды екенін түсінемін. Мен оның рухына тағзым етемін. Және осы орны толмас қаза үшін қайғырамын. Менің барлық тілектерім патша отбасымен бірге. Роналду бұл сөздермен көптеген жанкүйерлердің жүрегін елжіреткені анық. Қазір Британия футбол федерациясы 8-ші турды да кейінге шегеруді қарастырып жатыр. Бұған басты себептердің бірі елде ойындарды өткізу үшін полиция қызметкерлері жетіспейді.
Полицейлердің барлығы патшайыммен қоштасу іс-шараларында болады. Егер 8-ші турда кейінге шегерілетін болса, онда АПЛ тек бір айдан кейін қана оралады. Осының салдарынан АПЛ Еврокубок ойындары әлем чемпионатына үлгермей қалуы мүмкін. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.